сіз кредит төлеу барысында екі күтпеген сюрпризге тап боласыз. Үстінен неге соншама қосып жіберген, немен мынандай алсам, неге мынандай шығып отыр деп. Мысалы банкте 18% деп тұрса, мә тек қадамна кредиттің үстінен 18% ғана төлеп қайтарам ғой деген сияқты ой болмау керек. Оған біз сенбеу керекпіз. Банктердің барлығы алдап жатыр деп айтуға болмайды олар. Әзілкеш Тұрсынбек Қабатов қазақтар сүттің ғана процентін есептей алады дейді. Қалжың болса да шындық солай. Осындай айфонды кредитке алып, ай сайын төлейтін кезде сол кредит таусылмастай көрінеді. Неге? Неге шығынымыз соншақты көбейіп кетеді? Переплатаға не кіреді өзі? Оны қалай есептеген дұрыс? Қазір бәрін анықтап түсіндіреміз. Бірақ алдымен келісім шартымызды қолға алайық. Осы бір ешкім оқып бас қатырғысы келмейтін құжатта жатыр барлық мәселе. Назар аударсаңыз, кредит алған кезде келісім шартта екі түрлі процент көрсетілген. Бізге керегі ЖТС, яғни жылдық тиімді сыйақы мөлшерлемесі деген жазудың жанында тұрған процент. Орысша ГСВ. Түптің түбінде банкке қанша қарыз болатыныңызды сол ЖТС шешеді. Қалайша? Бізде банк пайызы деген несі бар ғой? Банк өзінің жарнамасын жасағанда пайызын көрсетеді. Ол номиналды пайыз. Оған біз сенбеу керекпіз. Мысалы, банкте 18% деп тұрса, мә тек қадамна кредиттің үстінен 18% ғана төлеп қайтарам ғой деген сияқты ой болмау керек. Негізі номиналды ставкадан жылдық тиімді ставканың арасында 2,5-3, кейде тіпті 4% айырмашылықтар болып жатады. 3,5 дейік. Сондықтан жылдық тиімді ставка әрдайым номиналды ставкадан жоғары болады. Және кредиттің нағыз сізге шаққандағы құны, сіз үстінен артық төлейтін ақшаның барлығы осы жылдық тиімді сыйақыда көрсетіледі. ЖСТН деп аталады, орысша ГСВ деген сөз бар. Енді жылдық тиімді ставка осы номиналды ставканың үстінен жаңағы адамдардың комиссиялары, шығындары, страховка, оценка, бағалау шығыны, оценка жасау керек. Жыл сайын страховканың несін төлеп отырады. И жаңағы кей шарттар өзгергенде комиссия, және кредитті берерде комиссия осының бәрі қосылып, жылдық тиімді ставка қалады. Ал номиналды ставка, ол таза. Сіз алған ақшаның үстінен банктың қосатын проценті. Оның үстінен барып, жаңағы басқа мен айтқан жаңағы шығындар қосылып, осының барлығын жиынтығы жаңағы жылдық тиімді сыйақы мөлшерлемесіне келіп тіреледі. Сондықтан біз үшін ең басты, енді адам ретінде кредит алғанда біз үшін ең басты параметр, показатель жаңағы көрсеткіш осы ЖТСН болу керек. Алушы ол тек қана кредитті алып қана қоймайды, сол кредитті орысша айтқанда обслуживание дейді. Сол кредитке қызмет жасалған үшін ол банктың өзінің жаңағы ставкасы болады, мөлшерлеме. Жылдық тиімді мөлшерлеме деп аталады. Ол қарапайым сөзбен айтқанда бұл жаңағы қарыз бен несиені қолданған үшін төленетін ақша. Ал жасырын бір комиссиясы бар. Онда енді білмеймін. Ол заң аясында жұмыс жасаған банк болса, немесе микрокредиттік ұйым болса, ол барлығын ашық көрсетеді. Ол жерде заңсыз, жаңағы жасырын деген жоқ. Ол халық жаңағы менің ойымша көбі процентті үстінен жаңағы банктың немесе соның жаңағы ГСВ-ның барлығын соны жасырын деп қабылдайды да. Үстінен неге соншама қосып жіберген, немен мынандай алсам, неге мынандай шығып отыр деп ойлап қалады да. Ол жерде жасырын ештеңе жоқ, барлығы сол көрсетілген. Жаңағы банктердің барлығы алдап жатыр деп айтуға болмайды. Онымен мен келісе алмаймын, өйткені банктың өзінің пайдасы болу керек. Бірақ біздің кеңесіміз, мысалы үшін менің жеке кеңесім, бізде 21 банк бар. Әрбіреуінің әртүрлі нарықтық ұсынысы бар. Сізге мысалы үшін 5-6 банктың ұсынысын көресіз, қайсы сізге ыңғайлы болады. Бізде көбінесе біреу барады да, жаңағы тауар алған уақытта 3 банк отырса, соң үшеуінің біреуін алады. Сіз басқасын көріңіз. Әртүрлі ұсыныстар бар. Соның ішінен ең ыңғайсызын адам өзіне табады. Сіздерге қанша суммада кредит қажет? 7 миллион. Біз жеткілікті өзіміздің жинап дайындап қойған 2 миллион. 7 миллион. Аха, давай. Сонымен қанша? 7 миллион. Қандай мақсатты алайын деп жатырсыздар? Той. Бизнес. Той, бизнес. Иә, сондай. Сіздерге отказ.
кез келген кредит алмастан бұрын оның шарттарына мұқият қараған жөн, өйткені сіз кредит төлеу барысында екі күтпеген сюрпризге тап боласыз. Біріншісі, сізде тек қана процент төлеуден басқа шығындар болады. Оның барлығы сізге алдын ала ескерілу керек. Сіз өзіңіз де ескеру керексіз. Мысалы, үй алсаңыз, ипотекаға пәтер алдыңыз, жыл сайын коммерциялық ипотекада әсіресе жаңағы сіздің залог дейді, ол кепілді жыл сайын сақтандыру керек болады. Сол уақытта сіздің негізгі кредит бойынша негізгі қарызыңыз қанша? Мысалы, соның 0,3%-ын сіз төлеп отырасыз сақтандыруға. Ол кейде 60 мың шығады жылына. Кейде мысалы 40 мың шығады. Кредитіңіз ақырындап азая берген сайын жаңағы сақтандыру жыл сайын ипотека бойынша азаяды. Бірақ ол сол жылдық тиімді ставканың ішіне кіреді. Сол есебі бар. Одан бөлек басқа да шығындарыңыз бар. Мысалы, сіз кредит алған кезде кейбір банктерде мысалы осы кредитті ұйымдастыру бойынша комиссия болады. Сосын шот ашу, оны жүргізу бойынша өзінің комиссиялары бар. Әрине көп емес. Содан кейін мысалы ол ақшаны мысалы кейде тұтынушылық кредит алған кезде ол ақшаны қолма-қол алатын болсаңыз, комиссия за обналичивание деген бар. Осының барлығы сол тиімді ставканың есебіне кіреді, банктер оны есептеп береді. Одан бөлек қандай шығындарыңыз болуы мүмкін? Автокредит. Мысалы, автомобильді алған кезде каско деген толық сақтандыру, ол сіздің автокөлігіңіз банкте кепіл ретінде алынады. Банк оны алғанда сізге оны сақтандыру бойынша міндеттейді. Біз оны сақтандыру керексіз. Ертең сені ұрлап кететін болса, көлік жанып кететін болса, немесе бір үлкен аварияға ұшырап, жарамсыз болып қалатын болса, банк содан өздерін сақтандырады. Сондықтан ол касканың құны да бағалау құнымен құндағы белгілі бір процентті алады. Франшиздік болса, мысалы 7%, сол құннан 7% сіз каска төлейсіз. Ол мысалы 5 жылға берілуі мүмкін, мысалы 4 жылға берілуі мүмкін, қанша жылға алдыңыз. Ол да үлкен сома, мысалы 300 мың, 350 мың, мысалы каска төлеуге тура келетін болады. Тұтынушылық кредит алғанда көбісі ойлайды, жасырын пайыздар, жасырындағы көрсетмейді, бірақ сіз мысалы ішінара біраз бөлігін алдынан өтеп тастау дейді. Досрочное, частичное, досрочное погашение деген мысалы не бар. Дәл сол кезде графикті қайтадан басу керек. Осы кезде кредиттің условиялары шартын өзгерту үшін банктың комиссиялары болуы мүмкін. Сізге жаңа график жасап беру үшін, сізге нені азайту үшін банк сізге комиссия салуы мүмкін. Ол кезде де сіз мысалы шығынға ұшырайсыз. Жылдық тиімді сыйлықақы мөлшерінің шекті деңгейі 56 болған. Ол енді барлығы тіпті ең қымбат кредит қойғанда осы 56%-дан асып кетпесін деген. Қазір ол 46-ға түсірілді. Әрине, нарық жағдайында ГСВ-ның 46-ға жетуі енді көп жағдайда кездеспейді. Ол 33 болуы, 28, 29, 33 болады негізі. Бірақ одан артық шектеліп кетпесін, банктер тым тым өздерінің несінің кредит көлемдерін қымбаттатып жүрмесін, халық қиналып қалмасын деп, белгілі бір шектік деңгейге қойылады. 46 ең Қазақстандағы мүмкін ГСВ-ның шекті деңгейі. Одан артық банк болсын, микроқаржы болсын, онлайн кредит беретін ұйым болсын, одан артық қоюға қақысы жоқ заң бойынша. Бұл адамдардың құқығын қорғау деген сөз. Бұл кредитті арзандату емес, өткен кредит енді шынымен одан негізі нарықтық кредит одан арзан. Бірақ адамдардың құқығын жаңағы банктер, басқа да несие ұйымдар тарапынан мысалы асыра сілтеушілік болмасын, адамдардың құқығын таптамасын деген сияқты жасалған нәрсе. Бұның негізгі идеясы бір қаржылық сауаттылықтың бізде аздығынан келіп түсінікті. Өйткені адамдар өздері егер ГСВ-ны есептей алмаса, қарай алмаса, тіпті 100% деп қойса ала беретін болса, әрине осындай мемлекет қолмен тежеп қойыңдар, адамдарды қазір оны көп түсіне бермейді деген сияқты немен қойып отыр. Азамат кредит алған уақытта, несие алған уақытта, мысалы үшін бөлімшеге барып алған уақытта, ол өзіндік бір формуламен есептелетін нәрсе. Оны азаматтар өздері сұрау керек сол жерде. Бірінші, мен кредит алып жатырмын, қанша сомаға алып жатырмын, оның ішіндегі жылдық тиімдісі қанша деп сұрап алған дұрыс, бірінші сұрақ. Сосын енді қай мерзімге өлшенетіні, несиенің переплата үстінен төленетін төлемі қанша. Осы 3-4 сұраққа сол менеджерден сұрау алу керек. Сонда ол түсінікті болады азаматқа. Не үшін төлеп жатыр, оның ішіндегі жылдық тиімдісі қанша, және де үстінен төленетіні қанша. Және мемлекет соңғы уақытта дәл осыны көрсету бойынша банктер және жаңағы микроқаржы ұйымдары, несие беретін ұйымдардың барлығына осы азаматтарға кредит берген кезде жылдық тиімді ставкасын міндетті түрде алдын ала көрсетіңіз деген сияқты жаңа талап қояды.
сол талап жаңағы памятка деп аталады, өзінің қағазы бар. Сонда сіздің артық төлегеніңіз қанша болады, кредит алсаңыз, оның ішінде жылдық тиімді ставка мөлшері мынандай деген сияқты қылып көрсетеді. Несиені дифференциалдық түрде ме, аннуитеттік түрде ме төлей алатын, онда біліп алған дұрыс. Себебі жаңа ГЭС туралы айттық қой, жаңа жылдық тиімді мөлшерлеме бойынша. Оның енді соның екінші бөлімі жаңағы қалай түрде төлей аласыз. Дифференциалдық немесе аннуитеттік түрде. Көп адамдар енді әрине аннуитеттік түрін алады, себебі ол жерде тұрақты ақшаны төлеп отырасыз. Ал дифференциалды түрде төлейтін болса, ол енді ең қымбаттан басталып төмен қарай түсе береді. Сондықтан бұны да анықтап алған дұрыс азаматтар. Жалпы кредит алар кезде банк сізге екі төлем типі бойынша екі таңдау беру керек. Заң бойынша ол реттелген. Біріншісі аннуитет, екіншісі дифференц деп аталады. Ол бөліп төлейді. Жаңағы негізгі қарыз барлық уақытына бөлінеді, төленеді. Дифференциалды деп аталады. Аннуитет бұл ең басында сіздің ай сайын төлейтін ақшаңыз жыл жаңағы бүкіл кредиттің мерзімі бойынша өзгермейді. Бұл әрине есепке ыңғайлы. Бірақ аннуитеттің бір сіз байқамайтын қитұрқы жері, ол сіз алғашында банк проценттерін барынша көбірек төлейсіз. Сіз төлеп жүрсіз, сіздің негізгі қарызыңыз өзіңіз банкалда ол азаймайды. Ол кредиттің жартысынан асқаннан кейін уақытына, мысалы 4 жыл қалсын, 2 жылдан кейін ғана негізгі қарызыңыз азая бастайды. Мысалы дәл осы кезде аннуитетті төлемеміз, сіз көлік алдық дейік. Ол көлікті 2-3 жыл айдаңыз, сол кредитімен қосып сатып жіберіңіз келді. Сөйтіп барып банкке барғанда, оның негізгі қарызы азаймаған екен. Сол қанша алдыңыз? 10 миллион алдыңыз да, сол 10 миллион сол қалып тұрдығанын білесіз, сізге өте қиналып қаласыз. Дифференц, мен мысалға дифференцпен өзім қолданамын. Мен ақшалай кредит алып, оған пәтер алғанда да дифференц нетемін, немесе автокредит алғанда тек қана дифференц дайым. Өйткені уақыт өткен сайын, тіпті бір жыл өткен сайын сіздің негізгі қарызыңыз, банк алдындағы негізгі қарызыңыз азая береді. Сол арқылы, мысалы 3 жыл машинаны жүргізіп жүрсіз, көлікті, одан сататын болсаңыз, сол кредитмен бірге, сіздің қарызыңыз тең жартысы жоқ. Жаңа тек қана жарты, мысалы 5 миллион ғана төлеу керек болады. Сол кезде жаңағы сіз машинаны жаңалау керек кезде ұтасыз. Дифференция негізі көбінесе қашады. Дифференцияның басындағы төлемдер жоғары болады ай сайынғы. Аяғындағы төлемдер азаяды. Онда төлем біркелкі емес. Басында ең көп төлейсіз. Мысалы кредитіңіз 400 мыңнан басталуы мүмкін. Содан кейін ол 100 мыңға дейін түсіп, аяғына жеткенде 100 мыңға дейін түсіп қалады ай сайын. Ай сайын сізді мысалы 2-3 мың теңге азынан төлей бастайсыз. Бүгін осы айда 400 мың төледіңіз ба, келесі айда 398 мың сөйтіп түсе береді. Сол басындағы адамдар ең үлкен платеждың жаңағы қорқып аннуитет алады ғой. Бірақ аннуитет сөйтіп жарға жығуы мүмкін. Өйткені 2-3 жылдан кейін сіздің жоспарыңыз өзгеруі мүмкін. Мына кредитті ертерек жауып тастайын, машина сатып нетейін деген сияқты. Сол кезде сіз жаңағы ұрынып қаласыз, өйткені тура қандай қарыз алдыңыз, сол қалпы өзгермей тұрады. той қылғаныңша кредитті төлеп қойсай болмайды ма? Қазір шаруайтым yo'qda, sharmanda qilmaylar. To'y o'tsin, обязательно to'layman. Ya, bugun to'laysan. Bugun to'lamasang bizning KPI'miz tushib ketib, oylik ololmay qolamiz. Bugun to'yingda kreditni undirib ketamiz. Tabriklayman Jo'ra. Rahmat, Jo'ra, rahmat. Yaxshi. Shuning uchun kreditni vaqtida to'lab qo'yish kerak. To'yingni undiraman dedimmi? Қоғамда кредит деген ол көп ойлайды, ол жаңағы жеңіл ақша. Міне алдым, міне бере салдым деп. Тегін алып жатқан сияқты болып ойланады, қабылдайды. Бірақ ол олай емес. Несие алған уақытта асықпау керек деп ойлаймын мен өзім. Бірінші ойлану керек, бір адам өзіне уақыт беру керек. Мысалы үшін мен бұл несиені алдым. Мен бір жылдан кейін білмеймін не болатын. Жұмыста болам ба, әртүрлі жағдай болып қалады. Төлей алам ба, төлей алмайым ба деген сияқты. Эмоцияға берілмеу керек. Несие алғандай басы эмоцияға берілмеу керек. Сондықтан барлығын санап, сосын дайындалып жаңағы келу керек. Мен мынанша жылға төлей алам. Отбасының бюджеті осыншамасын бөле аламыз. Бізде енді жаңағы телефон алуға, телевизор алуға, енді оған көп анализ жасап керек емес шығар. Бірақ үлкен нәрсе алатын болсаң, жаңағы көлік, немесе үй, немесе тағы бірдеңе сияқты сондай. Оған енді ойланып бару керек деп ойлаймын. Период охлаждения деп аталады. Несие берместен бұрын адам мысалы үшін келіп өтініш береді, мен кредит алғым келеді деп. Қандай сомаға екені маңызды емес. Ол адамға 24 сағат уақыт беріледі. Алғыңыз келе ме, алғыңыз келмей ме? Мүмкін 24 сағаттың ішінде адам ойланып керек емес деп. Кредит деген ол жауапкершілік. Бізде көбінесе оған жеңіл қарайды, бірақ ол ай сайын төлеп отыру керек. Ол бір ереже. Ол ережені сақтап отыру керек. Өмір ғой.
күн көрерміз. Құйрығы жоқ, жалы жоқ, құлағын қайтып күн көрер. Бізге өзіміздің күшімізді бағалап үйрену керек. Жалпы біз кейде оптимистік жоспар құрып қоямыз да болашаққа. Бірақ оның мәнін білмейміз. Мәні белгісіз уравнение деп аталады ғой. Не болары. Сондықтан дәл осы кезде кішкене пессимистік көзқарас керек. Осыған мен күшім жетеді дегенге қана неге барыңыз. Екіншісі, базалық ставка жоғары, инфляция жоғары кезде, әсіресе базалық ставка жоғары кезде енді кредит алу, ол негізі өте бір қателік. Базалық ставканың төмен кезінде, проценттердің төмен кезінде мысалы кредит алғаны өте дұрыс. Сондықтан ең бастысы ол кредитке не үшін керек? Кредиттің жақсы түрі бар, жаман түрі бар. Кредит екіге бөлінеді. Жақсы кредит ол адамға мүмкіндік береді. Мысалы, сіздің өзіңізге базалық нәрсе, өзіңізге білімге, өзіңізге инвестиция жасауға, онда сіз кредит алудан қорықпаңыз. Өйткені өзіңізге жасалған, біліміңізге жасалған, әсіресе сіздің біліктілігіңізге арттыруға жасалған инвестиция ол міндетті түрде қайтып келеді. Екінші тағы бір кредит, мысалы өзіңіздің семьяңыздың болашағы үшін баспана, мысалы, енді баспана ол керек нәрсе. Барлығымызға енді өзіміздің мұра қалдыратын бір өзіміздің меншігіміз болу керек. Ондай кезде әрине ол кредитті бір белгілі бір қауіпсіздік формасы ретінде болашақта қолына бірдеңе қалады деген сияқты қарастыру керек. Өз кәсібін жақсартуға арналған немесе кәсіп ашуға арналған бизнес кредиттер өте жақсы кредит деп саналады. Өйткені ол кейін ол кредит жұмыс істейтін кредит. Оған ақша салынды, ол оборотқа кетті, ол сізге ақырындап табыс әкеле бастады. Демек сізде белгілі бір осы кредитті қайтаратын құрал пайда болды. Ең қауіпті кредиттер бұлар жаңағы белгілі бір дұрыс мақсаты жоқ, бір уақытта бітіп кететін шара, той сияқты жаңағы бір немесе сізге керек емес нәрсе, бір товар, бұйым, киім, негізі сіздің өміріңізді жақсартатын ешқандай несі жоқ, қайтарымдық инвестициялық ахуалы жоқ. Осындай нәрсеге алынып қойған кредиттер, тұтынушылық кредиттер. Олар жаман, өйткені олар қосымша құн әкелмейді, жоқ болып кетті. Ол ары қарай жұмыс істемейді, оған бір тірек база қойып, оны айналдыратын мүмкіндігі жоқ. Сондықтан жақсы кредит алғанда есептеп алыңыз, ол сіздің тәуекеліңіздің белгілі бір қайтарымы бар. Ал жаман типті кредитке жоламаңыз. Сонымен қайталап жіберейік. ЖТСМ деген несиеге алған ақшаның үстіне қанша теңге қосып қайтаратыныңызды көрсетеді. Ал одан бөлек банк өзінің басқа да қызметтері үшін сізден комиссия ұстайды. Кредит алатын кезде банк менеджерінен осының бәрін сұрап алыңыз. Қарыз алар кезде әбден ойланып барып шешім қабылдауға кеңес береміз.